Бұл шоуды тек қана до конца адамдар қарайды. Сен до концасың. Просто подписка бас, лайк бас, комментарий жазып жібер. Чуть-чуть уақыт берем. Істедің бе? Олай болса, біз бастаймыз! Ассаламағалейкум, құрметті достар. Бұл до конца шоу YouTube желісіндегі ең ерекше. Қазір ерекшелігін түсіндіретін боламыз. Мен Саламат Жылқыбаев. Біз бастаймыз. Бүгін бізде қонақта ерекше жұлдыздар, өзі музыкант, әнші, YouTube'та миллионер, актер Тұрар. Қош келдің, родной. Қош келдің. Көргенімізге өте қатты қуаныштымыз. Оның қарсыласы Дәке ЗЗЗ, юморист, саяхатшы, жүргізуші. Бір қошеметтеп. Саяхатшым бар еді ғой. Бірінші сұрақ, Дәке, неге ЗЗЗ? Мен старшагым болған. Әдемі қыздармен жетіп постоянно. Сосын инстаграм енді ашылатқан кезде, соның инстаграма Асхат нижний пробел ЗЗЗ еді. Сосын кішкентай еді, тоғызыншы класс па, сегізінші класс оқып жүрген, Асхатқа ұқсаймын деп ойлағам ғой. Сосын Дәке нижний пробел ЗЗЗ деп ашып қойғам. Болды, басқа логика жоқ. Сол ар жағы ұқсау жағы не болып отыр? Ұқсадым десем. Әдемі қыздармен жүріп әдемі қыздармен жүріп отыр. Жігіттер, қош келдіңдер, көргенімізге қуаныштымыз. Так, не хабар, не жаңалық болып жатыр? 2024-те немен қуантамыз? Не күтеміз? Білмеймін енді, пока енді басталды жыл. Шаймен деп көреміз ғой, бұйырса. Жақсы жоспарлар бар ма? Творчествомен айналысамыз деген ниет бар. Менде не жиналды дейсің? Әйтеуір енді 24-тің бірінші айында әйтеуір жоспарлар жазылып жатыр ғой. Полный бір жылға жоспарлар жазылып жатыр. Бұйырса деп жасап жатырық. Әйтеуір жоспарлар бар әйтеуір. Құр жүрген жоқпыз енді. Жазып жатсың ба, Дәке, прям? Жазып жатырық. Иә. 2023-ті қалай қорытындыландыңдар? Өздеріңе довольнысыңдар ма результатқа? Жақсы, иә. Мен осылай жасаған, жоспарлаған нәрсем орындалды. Мен мақсатыма жеттім деген бар ма? Жақсы. Әдемі. Өзі қашан шығады бұл сен? Ертең июнда шығарып тұр ма? 2024-2023. Жоқ, сразу шығып. А то мен осыдан 2 ай бұрын бір программаға келгем, әлі шыққан жоқ. Ол кездегі тақырыптар өтіп кеттім уже. Айтып кеттім. Ерте шығаруға тырысамыз ғой, иә? Осы жердегі тақырыптар мына жерде қалып қоймасын. Оразада жүрмейік. Бұл до конца шоу. Бұл жерде біз танымал жұлдыздардың әлеуметтік желіде қаншалықты батыл екенін тексереміз. Ойын шарты: қонақ таңдаған тапсырмаға байланысты ыңғайсыз, ұятты сторис немесе пост салуы керек. Тапсырма орындалмаған жағдайда тағы 2 таңдау бар. Ол әдеттегідей коктейль немесе құпия тапсырма. Орындалған тапсырмалары арқылы бағдарлама соңында кім до конца, кім батыл екенін анықтаймыз. Давайте бір қошеметпен біз бастаймыз. Так, кім бастайды? Кімнің жасы үлкен ба? Ағам ғой, ағам. Ақам ба? Алдағы ақамнан кішінен таңдаймыз. Кез келген, соң берілген бір тапсырманы орындаймыз. 5-ші тапсырма. Тапсырма оқылады. Ендігі тапсырма мынандай. Сторис салу керек болады. Осы әнші сайлау болғанда қалай дауыс береді екен? Өзінде вообще дауыс жоқ. Серік Ибрагимовтың фотосын салып, отметь етіп салып жүру керек. Қалай? Серік Ибрагимов ағам қатты өлседі. Сразу айтады, ол Тұрар деп біледі оны. Салмасам, коктейль ішемін. Салмасақ, в любом случае 2 тапсырманың біреуін таңдап, соны орындауымыз керек. Мынау енді вообще қалай Серікпен қалайсың? Қарым-қатынас. 2 жыл жүрген ғой Серікпен. Серік ағам ғой менің, жалпы мен негізі бір землякпыз, бірге өскенбіз болғанда осы Алматыда. Бір жердің тумасымыз. Алматыда көтеріліп келе жатқан кезде Серікпен қасында болғам. 2010 жылдай болды танитыма Серікті. Бірақ, просто әзіл түсінеді ғой, бірақ андай халық түсінбей қалатын сияқты болып тұр ма, сондықтан салмайтын шығармын. Давай, қайсысын таңдайсың? Біріншісінде коктейль. Сосын тапсырма. Бұяқта да өзінің нелері бар. Көріп соң 1, 2, 3, 4, 5 қайсысы түседі, соған байланысты. Біріншісі коктейль, сосын тапсырма дейсің ба? Тапсырма, ол не болады тапсырма? Ол тапсырма вообще қиын енді. Ол жайсың. Ол қалайсында, не істеу, бірдеңе істеу керек болады ма? Бірдеңе істеу керек болады. Уже телефонға байланысты емес. Примерно қандай? Енді көру керек оны дейді, таңдағаннан кейін. Осының алдына қонақ, например, таңдаған біреу, например, не істеді? Бір трэшевый ше, білем, мынандай істеді дейді. Что? Мышықтың тамағын жейді. Ол да осындай сияқты нәрсе ше. Ол да одан да ар жағында, шетінде. Негізі вообще біздің бағдарламада андай өнер саласындағы досы енді ағаң ғой, от салу емес. Біздің мақсат от салу емес, просто әзілді тексеру, материал тексеру, біріңізге отношение тексеру. Сонымен бізде коктейльде номер 2. Номер 2-ші меню. Бізде 2-ші менюда не бар? Қазір жеке-жеке таныстыратын боламын.
сосын жігіттер ішеміз. Кестік қой. ішеді. Ішеді. Бәсе. Мен не қатысым? Болды кеттік ал. Басқа нәрсенің бәрін бірге ішіп жүрсің ғой, неғып ішпейсің? Барған кезде араласады. Өзіме де келіп тұрған жоқ па кезек? Иә. Икра ма? Икра. Қара икра. Өрік. Тәтті нәрсе. Апельсин. Және шоколадный коктейль. Нормально? Нормально. Қиын ештеңе жоқ. Я қазір блендерге саламыз, араластырып береміз. До конца. Хорошо. Кәдімгі көрермендер көретіндей қылып, азайтып берсеңіз болған. Сіз? Мен қолдаймын. Мен қолдаймын. Кеттік ал, бастаймыз. Онда блендердің қасына жақындайық. Так, коктейль жасау процесі. Ең бірінші коктейль болғаннан кейін коктейль шоколадный. Шоколадный коктейль бізде апельсин. Бәрі свежий, жігіттер ештеңе уайымдайтын жоқ. Так, икра. Және өрік. Енді өрікті бұл жерде дәке сіз қаншалықты тұрарды жақсы көресіз, соншалықты саламыз. Мен қатты жақсы көремін. Болды, түсініп тұр. Махаббаттарыңыз мәңгілік болсын. Рахмет. Все, басталды. Құттай дауыс қатша, чош. Дәке дайынбыз ғой? Давайте мы вам сделаем такой прекрасный коктейльчик. Менің ойымша саған арналған ерекше коктейль. Қатты қиындау жоқ сияқты. Молодец. Ішіп жүрсің, әр бәлен ішесің араласқан. Қанша болды бірге жүргендерге араласып? Мен басында тұрмыста болғанбыз 2 жыл. Ұратын өтпе. Ұрған соң кетіп қалдым. Сосын ақшам азайып қайтып келдім. Шешін ба? Давай. Әр нәрсені бөліп ішіп жүргеннен кейін. Бір нанды ғана бөліп жеймін досым сенен. Бір коктейль бөліп ішпеймін. Именно до конца күнде. Зачем? Қанша ішу керек? Ішті көріп қолдан келсе. Жоқ, кішкене ішсей. Шиш көрейік. Қалай, дәмі қандай, ощущение қандай болып отыр? Болды ма? Кішкене түсірейік та, кішкене. Іші өтеді, ана асқазан ауырады. Больше женский жағы ауырады. Кейін ғой бұл. Женский гормондар көп па? Болды. Болды ау. Нормально ма? Ризасыңдар ма? Қарсыласым ретінде ризамын. Қошеметтеп қояйық. Красавчик, молодец. Бірінші до концасы бар коктейль жағынан, сондықтан бірінші 5 ұпайға ие болған Тұрарға молодец дейміз. Жалғастырамыз после перебивки. Ал енді өзің, дәке, өзіңде з таңдаймыз. Не ол? Анандай ма? Тапсырма, бірінші тапсырма таңдаймыз. Сен батыл сияқтысың ғой негізді. Ең нашар мен. Грань деген нәрсе жоқ дәкеде. До конца ма сразу? Шекара жоқ. Өзің айтты ғой, мен көк бәтпін. Мен ұрысқан дады сенге. Мынау ше, нандан аламыз ба? Осыдан аламыз, ең бірінші осыдан аламыз. 4, нөмір 4. Жоқ, бірінші коктейль емес, бірінші тапсырма. Сәл қарай ұстасың. Давай тапсырманы салайық. Давай, жоқ, сен көрсей брат. Оқысай. Жоқ, оқимын. Негізі давай. Ставка қойып көрейік та. Салады ол. Инстаграмдағы батыл екеуің. Саласың ба? Мен голый футом сап жүрген балам айтайын. Бәрі сен қойырсың. WhatsApp'та қазіргі таңда Тума туыс деген конференция бар ғой. Бар ма? Туысқандар, бауырлар. Бар бірақ. Қалай аталады сіздерде? Родственники деп аталады. Бір Петропавлдың баласы ғой. Родственники деп аталады. Кім ашты оны? Білмеймін, бір пысық әпшелерім ашқан ғой, по-любому ше. Бәрі бар ма? Негіз бәрі жетсер отырып, бірақ неғып родственники деп аны неғып қалмайды. Жалғыз орысша оқыған әпшем бар. Жалғыз орысшаға деген икемі қатты. Родственникиға жас жүру керек. Бәрі бар ғой, папа, мама. Бәрі бар, иә. Ол WhatsApp'та қалай активнісің ба өзің? Активнесім, андай. Тихо оқып қойсын. Не беспокоит қойып. Уже ақтырат нәрсе қалмайлады, сол кезде керем. Қарайсын не отыр іздеп. Сосын тек туған күнде біреу құттықтап жатса, тек автоматты түрде. Жоқ, оны құттықтамаймын мен. Онда жоқ. Мен өйткені детдомнан асырап алған ғой, брат, мен қатты нем жоқ десең, ойнатам әйтеуір. Мен туысқа деген ондай қатты жаным ашмайды десе. Короче, сол туыс группасына жас жүру керек. Жасым Тайқазанның жасына келді. Мойындаймын, мен темекі шегемін. И то анда-санда ішкен кезімде. Болды, сол жас жүру керексіз. Біздің үйлердің бәрі намаз оқиды, брат. Просто біздің отбасымыз бәрі намаз оқиды, Сирияға дайындалып отыр ғой.
черный рыноктан уже алдырып кетіпті. ойнайды. Не жазу керек? Айт жаз. Міне, мысалы, папам соңғы жіберген видеосы, осыдан кейін баласы жеріп тұрған қарайын. Қазақ тәрбие. Осы жерде мен Қазақы тәрбие жастарға жетіспейді деген видеодан кейін баласы мен темекі шегемін, арасында ит ішкен кезде дейді. Ужас. Текст айтып жүрсің? Жазып бересіз ба? Давай кеттік, жазайық. Сәл дірілі отырмын. Папам. Давай кеттік. Жасым Тайғазанның жасынан асты. Мойындаймын. Темекі шегем. Ито арасында ішкен кезде. Ито ішкен кезінде. Запись экран. Не шығып кетпейме екен? Номерлар көріп қалмаса болды, әйтеуір. Бәрі Ой, ме? көрініп Жасым Тайғазан жасынан асты. Темекі Мойындаймын. шегем. Мойындаймын. Мен темекі шегем. Ито ішкен кезінде. Сосын бәрі саған дұға қылады қазір. Біздің балаға не болған? Білетін сияқты. Папамның қазақы тәрбиеге жастарға жетіспейді деген видеосы баласын жазып тұрған ше. Әкесіне қарсы кетті ал. Йо, красавчик, красавчик. Прикинь, жазып жіберді. Мойындаймыз. Мынау до конца. Ішінде, еще мына группаның ішінде неше адам бар? 30 адам бар. 30 адам бар. 31 участник бар. 31 адам бар. Бұлар ауылда кісілер мен қалада творчествомен айналысып жүр ғой деп. Пока ешкім оқыған жоқ. Мен баласы мына жақта іріп жүрмін ба. Ше біздің пахан ең авторитетный ғой кішкене алып қойды ше. Мынаның баласы деген кәм. Негізі сен андай ма? Примерсің ба? Родственниктің арасында. Андай щеголдарға пример. Иә. Мына қараңдар, мынау. Дәулет ағаларыңды қараңдаршы дейтін адаммын ғой негізі. Қараңдаршы, темекі шегіп жүрді. Ито ішкен кезде. Красавчик. Бір адам мынандай смайлик жеді. Бір тумасы қолдап. Айнұр деген қарындасым бар ауылдағы. Иә. Андай сені қолдап тұр ма? Иә, молодец деп тұр. Туған ағам көрді мені. Бәрі. Папам туған ексесірекіз оқып отыр осы отқанда. Мен тағы бір оқысылды. Бетсіз оқып барадым. Осықанда ренжімеңіздер. Жайлап удалить етіп шығарып жіберсін сені. Тұр. Красавчик, молодец. Самый главный тапсырма орындалды. Біздің мақсат осы. Тексерілдік. Соцсетте мықтылығы бар. Мазар жоқ. Тұрар, мойындайсың ғой. Да? Так, кеттік. Жалғастырамыз. Алам ба? Ортадан? Иә. Екі. Екінші тапсырма. Соцсетке, инстаграмға қазір сторис түсіру керек болады. Неғып менің бәрі сторис жүрміш? Адам дұрыс сан таңдау керек та? Ол сан емес, әші подряд оқып отырған сияқты. Жоқ, әркімнің өзіне түскен ол. Бұрындағыдай қымбат сапалы клип түсірейін десем, пока что Алматыда басы бос мамик қалмады. Сондықтан әзірше күте тұрыңыздар деген сторис түсіру керек. Қандай? Басы бос мамик қалмады. Бұл клипті өз түсіреді, өз қалтасына бейшара. Соң теңгесінер болсын түсіреді кәдімгі. Просто саған білмегенмен сен көрермендеріңе қызықты. Оқып отқан адамдарға сториске да ты чё деген сияқты. Жоқ, коктейль. Любой ішіп берем. Любой ішіп. Апельсиновый айналдырып. Давай былай жасайық, салмайтын болсақ, давай қиын тапсырма орындайық. Давай көрейік. Давай көрейік. Коктейль емес, коктейлді көрдің ғой. Құдай кешірсін, шүкір, Құдай кешірсін, Шүкір деп. Давай. Давай, кеттік, көрейік. Міне, екі. Екінші, кеттік. Екі бітіп қалды. Жоқ, мына жақта. Енді біз мына жаққа барып, өзің сол тапсырманы орындау керек болады, жаңа жерге дайындалған жер. Сонымен қиын тапсырма. Тоже бес ұпай, бұл жақта қазір данный момент соцсет арқылы Даке бес ұпайда, коктейль арқылы. Сенде бес ұпай, ендігі тапсырма. Бір қасық детский кремнің дәмін көру. Давай. Давай ма? Смело. Смело ма? Базар жоқ, сен дейтін. Өзіңе зиян келтіріп отқан байқап отқан жоқсың ба? Көрдің ба? Қан оқырман тыңдармандарын аяйды да өзін қинайды. Міне, қазақтың батыры. Бір туысқан жау жетті, молодец, жиен деп. Кен жетістігің осы болды деп па? Қалаға барып айналысып жүрген осы міне. Алматы баланы құртқан. Таға дейді ғой сіздерде. Біздің сынаққа қош келдің. Так, бір қасық детский крем. Давай. Скисат. Бисмилля. До конца жеу керек па? Әлде кішкене бүйтіп дәмін көру. Да, бұл кәм. Шоу ғой, бұл шоу. Енді шоу ғой, родной. Қарсы көріп отырсың ба? Көріп отырмын кәм. Күшті көтінен көріп тұрған. Тесімен. Мәңгі. Давай ал. Да, кеттік.
Бетіңе жақ, бетіңе жақ. Ояққа Бетіңе жақ. кет. Бірінші тапсырма. Ендігі орындайтын соцсетте WhatsApp-қа байланысты бәрі что-то бүгін саған WhatsApp болып түсіп тұр. WhatsApp саған жеңіл сияқты еще, сен оны орындайтын сияқтысың. Қазір түк қиын ештеңе жоқ. Баян Мақсатқызына WhatsApp-қа кіндігіңді суретке жіберсең болды. Просто ештеңе демейсің, ләм демейсің, 0 грамм. Просто алып кіндігің суретке жібересің да. Не ішу керек, брат? Не ішу керек еді, брат? Ол кісімен ондай дәрежеде араласпаймын ше, кәдімгідей. Айналам Макс чайдың ішінде бір пластик болып кетіп барады да айналам. Мамам ғой, мамам сияқты сыйлаймын ол кісіні. Кәдімгі күшті кісі ғой, ұят қой, ұят қой. Енді тем более кеше туған күні болды. Туған күніңізбен кіндігіңізді Кіндік подарок деді да. Адрес скинь деп жазып жіберді. И қара гелікпен осы жерден алып кетсе, сендер құтқармайсыңдар да ғой. Жоқ, тұрасың ғой сен осы жерде. Бір сағатқа жақындатпай алып кетсе, шоуды бітірмей алып кетсе. Так, бүйтіп, ана жақтан шақырып тұрса бүйтіп. Үлкендерді сыйлаймын ғой мен. Үлкендерді сыйлаймын. Нем бар өйтіп істеп. Ұяламын. Не үшін? Пиво, виски айт. Сен қалай ойлайсың, мысалы тұрар, салып жіберсе не деп ойлайсың? Просто мнениең, не ойлайды, не өзгереді? түсінеді деп ойлаймын. Түсінеді деп ойлайсың ба? Мен істей алмаймын. Білемін ғой қандай деңгейде сөйлесетінін ше. Арқымды ойлап отырмын өзімнің. Өмір керек қой маған да. Сен кетесің де. Сендер қаласыңдар, түсіріп аласыңдар, ыржың-тыржың монтаж істейсіңдер, мен қалам аяқта. Бетім қарайды болып. Давай. Өйтіп мен кіндігімде не симпатичный болмайсың. Іші кір да, іші. Сәл салсам, да. Ашсам де. Давай, онда қайсысын таңдаймыз? Екі тапсырма бар. Біреу коктейль, біреу мощный бірдеңелеу. Сильный удар. Болды коктейль іше берейік. Нан танысай, нан. Жақсы коктейль іше Нан берейік. танысай. Неге? Қызық болып тұр ма? Нан танысаң күшті сияқты. Да? Иә. Коктейль ішіп отқаннан көр. Коктейль іше отпаймын ба? Ал кіріп кетіп, қайсаққа кіріп кетіп. Артур Дәулетияровпен төбелес десек аз. Мас қой да? Ей, жаңа коктейль қайсет мама? Коктейль сол. Коктейль таңдаймыз ба? Әлде тапсырма таңдаймыз? Жоқ, коктейль дұрыс болып тұр. Иә, в любом случае енді бірінші соцсеттен алда келатсың. Давай кеттік. Коктейль болса, коктейль. Таңда, қайсысы? Нешінші сан? Нөмірі... Қарамал жайлап, минимум бар атыр. Номер 1 кәм, бәрі бір болып отыр кәм. Номер 1. Нәқтан Сәбіз салат қой ма? Так, бұның ішінде менюмен таныстырайын ба? Кеттік, таныстырайын. Менюмен. Лимон, бір нәрсе. Ана үстіндегісі қыз болып тұр ма? Так, үстіндегісі күріш. Болды, әкел. Нормально ма? Әкел, осыны әкел. Так, корейский салат. Лимон. Кәм бәрі күнделікті кешке отырғанда жейтін нәрсе деген ғой. Наны чайчыға сықып қойып. Және апельсиновый сок. Ой. Болды, ондай қатты ештеңесі жоқ қой. Иә. Дым сімеу. Сосын бумагаға ақша бер. Жұмсағына. Бумагаға, сосын туалетте бос. Ну, кайф коктейль шығатын сияқты мынадан. Да? Давай, бер. Кеттік па? Стик. Ал, кеттік, давайте. Кеттік, арнайы Дәке ЗЗ-ның құрметіне жасалатын коктейль. Апельсиновый сок. Оған лимон. Оған күріш. Чуть-чуть қосайық күрішті. Все, нормально. Я думаю, достаточно. Жеткілікті. Және корейский салат. Морковча. Қаншалықты? Любов. Жақсы көреді сәбізді. Сенен сұрап отыр. Маған. Не алды? Кәм, үлгермей кәм, жауызсың ғой бұрат кәм. Енді айтты ғой. Давай. Ештеңе айтқан жоқ, просто түсініп тұрмын ғой, примерно. В любом случае сөйтіп айтады ғой. Ағаң шекка дәм менде көргім келіп тұр ма? Ба, мияқт кетіп қалды. Көмектесем досым. Болды досым. Так, Дәке енді поварлардың көбісі лимон қосады ғой. Лимон менің ойымша алып тастады дәмін. Бірдеңеге қосып ішеді өзі лимон кейде. Лайм қосады. Лайм қосам, чечилға неге пиво қосады. Кет, уже кайфында ғой. Уже бабында. Іше отырып жүргізе берші бәрі. Іше отыра бермей ма? Дальше ойнайым. Сәл андай көже сияқты ма астында күріші бар. Күріш қан неріп кетіп тұр.
қалғаны қандай привкус қандай болады? Нең дәмі келіп тұр? Қам іш көрейін. Ненің дәмі дейсің ба? Кәдімгі лимонның дәмі бар. Тек қана лимон дәмі, қалғанын бәрін алып тастаған. Иә. Кәдімгі лимонның дәмі шығып тұр бар. Тек күріш қана грубый кіріп жатыр болды. Кәдімгі лимон. Дәмсіз бе? Нормально. Что, тағы істеп берейін ба? Я бар ма? Тағы қалданды. Ішіп отыра беремін. Болды ма? Өзіңен оқып тұр ма? На вайпе, өзінің коктейлімен өмірінде до концаның бірінші удачный шыққан коктейлі. Құтты болсын. Қойшына бірінші. Бұған дейінгі бәрі декам жақсы, но бір удачный. 15 минуттан кейін ілініп қалса. Все, кеттік дальше. Так, он пьет. Таңда. 6. 6. Білмеймін, сен саласың ба, салмайсың ба, но юморной, әзілді сторис деп ойлаймын. И көрермендерде, и әріптестерде жақсы түсінеді деп ойлаймын. Ешкімді белгілемейміз, ешкімге арасына от салмаймыз. Просто өзің... Просто мен головоймын деп саласың. Бля, увидейсің. Шоу-бизнесте шыны керек дауысы бар деп Димашты айтамын. Өзім Мозарттағы Сәкенді мойындаймын. Болды. Сосын? Болды. Сәкен аға емес. Юморный қай жерде? Сәкен аға емес, Сәкен дейсің. Типа юмор содама Сәкен дейсің ба, типа. Болды, хорошо. Жалпы қазақ эстрадасында мен Димашты мойындаймын, сосын Мозарттағы Сәкен. Дұрыс па? Дұрыс па деп. Біз шоуда отырық деп кәм. Шоуда отырық, сосын заранее осылай түсіріп жатыр. Жоқ, конкретно өзің айтып шеш. Мен негізі бізде дауысы бар деп өзім Димаш Құдайберген и Мозарттағы Сәкен деп ойлаймын. Ол ма? Айтып айтып садай. Иә, кәм. Димаш Құдайберген. Сал жер. Кетті. Йо, сау ұш, тұра. Бірінші до конца құтты болсын, соцсеттегі. Салмайым деп әйтеуір көндірдік қой, үйтіп. Бұл басына қыздар сияқты бермейін деп қойды. Что случилось деп жатыр ғой? Қалай, коктейль қалай кетіп отыр? Нормально, ішіп отырмын. Онда коктейльмен бірге бір тапсырма орындап тастайық та, кофе қойып жетіп отырып кәдімгідей, да? Бүйтіп көрсетесіңдер ма? Типа салымда бірдеңе деп қақтан көрсетесіңдер ма? Уже? Иә. Болды, кетті. Енді пока бір сағат тимейміз. Кеттік, соңғы тапсырма. Сторис. Келесі бизнес по казахскиге басты рөлге мені түсірсеңізші. Бәрібір келесі жыл оны ешкім көрмейтін сияқты. Ондан қоянбайды отметить жүргіз. Не ішу керек, брат? Вообще жақсың ба отношения Нұрлан ағамен? Кайф қой, кеше ғана PlayStation ойнап келді түнімен. Просто Қазір қазақ индустриясының ең бірінші дамуына қазіргі потокта 21-де Нұрлан ағамыз ғой, шыны керек мойындау. Типа, кино деген, қазақтарға вообще кино түсіруге болады деген нәрсе ұғымдалып келгісі. Действительно, шетелден. Сен сөйтіп бастысай онда. Походу, біз Нұрлан ағамен бірге шетелмен танысып жатырық қой, көп қазақ. Иә, сол үшін де біз үйтіп айтып алады, құқымыз жоқ деп ойлаймын. Келесі жылы сенің киноны ешкім көрмейді деп айтуға құқымыз жоқ деп ойлаймын. Даже юмор болса да. Бұл жерде сыйлау, бұл жерде. Ол үлкен кісі ғой, ренжіп қалады, үлкен кісі ғой. В любом случае кітапты алатын адам дейсің. Кітапты алатын адамға біз Кім біз? подвалда отырып, мұрынбоқтар болып кәдімгі зачем десең. Біз кім, біз блокноттағы адамдар. Кеттік, давай, онда қиынна. Коктейль көрдің ғой, в любом случае ішіп отырсың еще коктейлің. Қарашы, бір түсіп тұр ғой саған. Кеттік. Бірінші тапсырма, ана жерге барып орындайтын ең қиын тапсырмалардың бірі піспеген балықты жеу. Мен өзім негізі Таиландта туылғам. Мен сондайдың адаммын. Кеше Таиланд, соңғы барған Таиланд па? Пілдердің қасында, соң планан жеп. Маған балықтың етінен қарағанда балықтың иісі ұнайды негізі десең ойлайтам. Давай кеттік. Так, өте қиын жер. Бұл жерден мощный нәрселер шығады, денсаулыққа зиян келтіріп, өзіңнің көрермендеріңді және ағаға деген құрмет, ағаға деген сыйластық бұл жерде өте әдемі. Бұл біздің менталитет, бұл біздің жақсы қасиет. Ағаны сыйлағансың, өзім осындай қиып өзін зато қинауға дайын. Ағаға деген махаббатыңызға байланысты мына бір піспеген етті, балықты бір тістеу. Конкретно штоп көрермендер көрсін қай жері тістелгенін. Қай жер өзі? Көт емес па? Балықтың мынау белі. Белі омыртқасы, жамбасы. Мынау құдаға деп жамбас тартып жатыр.
тұрып жатсыңдар ма? Кеттік па? Давайте ал. Менің атымнан саған сәттілік. Давай конкретно. О. Кайфына кіріп кетсін. Так, пиво десе. Пиво, сосын темекі конференцияны шығарыңдар. Ризамын саған. Бұл жігіт вообще красавчик. Өзі жүргізуші, өзі білет, өзі қолдайды, өзі позитив. Человек настроение. Дәке, сау болшы. Кеттік тағы, орнымызға. Давайте. Бір қошеметтеп қояқ, Дәкенің құрметіне. Дәке молодец, номен запивать етіп жүруіңе болады. Осы бағдарлама бітем дегенше, осы коктейльді бітірсең, абсолютный чемпион болсын. 100 000 теңге беремін. Қызықтырса адамды. Қалай? Шикі балық. Күшті. Артына не сұрап тұр? 100 теңге. Болдың ба? Осымен жігіттер өз тапсырмаларын орындалды. Екеуі де до конца екенін мойындатты. Соцсетте батылдықтарын көрсетті. Және өздеріне денсаулықтарына зиян келтіріп, осы шоуды көтеріп кеткен екі жігітке бір қошеметтеп қояйық, достар. Жігіттер, от души сендерге рахмет. Уақыт бөліп келгендеріңе. Чо, қалай әсер? Чо да қандай әсер алдыңыз? Эмоция бар ма до конца? Мен темекі жегем деген мау молодец уже жетті. Еш жатқан ма? Күшті. Балығым бір түрлі отырмын еше. Балығым қортып мен. Мына жерде тұрып қалды kan балығым бар ебан. Балығы қазір ілмей жатыр. Қолдағандарыңа рахмет. Сендерге сәттілік, тек қана жақсылық, батыл болыңдар, до конца барыңдар, ойлаған арман, мақсаттарың орындала берсін. Бізбен бірге болған көрермендерімізге алғыс білдіреміз. Комментарий жазыңыздар, қандай коктейль жасайық, кімді шақырайық. Онымен қоса біздің бағдарламамыздың демеушісі болған Жұлдыз шоу той ұйымдастыру орталығына алғыс білдіреміз. Тойларыңыз көп болсын, келесі кездескенше подписка жасауды ұмытып кетпеңіздер. Давай!